Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қадірменді достар, менің көрермендерім. Қазіргі таңда көпшілік адамды мазалап жүрген тақырыптың бірі 42.500 теңгені қалай алсам деген сұрақ. Осыған байланысты мен бір күн бұрын екі бірдей видео шығарған едім. Оның бірі Егов KZ сайтынан, екіншісі 42.500 еңбек KZ сайтынан қалай алуға болады деген тәсіл еді. Екеуін де сіздерге көрсеттім, пайдаланып алғысын білдіріп жатқан адамдар бар. Алайда бір қателіктердің, кемшіліктердің шыққанына байланысты әлі күнге дейін өтініштерін жібере алмай жатқан біздің жаңағы көрермендеріміз бар екен. Енді барлық қиындық артта қалды деуге болады. Telegram дейтін каналда жаңа бот ашылды. Осы бот арқылы кез келген адам бар жоғы 2 минуттың ішінде өзінің тапсырысын бере алады. 2 минут емес, 1 минуттың ішінде бере алады егер жылдам теретін болсаңыз. Енді оны қалай жіберу керек, не істеу керек, қазір мен сіздерге көрсетем. Қарап алыңыздар. Өзіңізге Telegram дейтін каналды орнатып аласыз. Бұл да желі, WhatsApp, Instagram деген сияқты осындай Telegram. Міне, үстін басамыз. Үстін басқан кезде өздеріңіз ішіне кіріп тіркеліп аласыздар нөмірлеріңізбен. Одан кейін мына жерде поиск деген жер бар. Осы поиск деген жерге help 42.500 деп жазасыздар. Міне 3 бірдей бот шыққан екен. Осының ішінде сақ болу керек. Мына ең соңғысын таңдайсыз. Help 42.500 бот деп тұрған таңдайсыз. Қалғандар бот емес. Осын таңдайсыз. Не, бастық. Енді начать дегенді басамыз. Старт кетті. Міне. Енді сіз кімсіз? Работник па, әлде самозанятый адамсыз ба? Қайсысына жатасыз? Сіз соны таңдайсыз. Өз-өзіне жұмыс істеп жүрген, арнайы бір мекемеге тіркелмеген адамдар самозанятый дегенді басады. Енді өзіңіздің иіңізді жазыңыз дейді. Жібересіз. Енді сіздің емейліңізді жібер дейді. Оны жібересіз. Міне, енді телефон нөміріңізді жазыңыз дейді мына форматта. Дәл осылай нөміріңізді жазып жібересіз. Енді айбан нөміріңізді жазып жіберіңіз дейді. KZ деп басылатын нөмір. Соны енгізесіз. Міне бұлай. Міне шықты. Енді сіз подтвердить заявку дегенді басасыз. Міне, ваша заявка принята дейді. Міне бізге хабар береді, біздің тапсырысымыз кетті. Бар жоғы осындай ғана дүниелерді жасайсыз, болды, сіздің тапсырысыңыз, өтінішіңіз қабылданады. Ал енді сіздерге көрсетіп жіберейін. Айбан счет нөмірін қалай алуға болатынын қазір міне былай кіресіз. Каспи программасы арқылы. Ол үшін Каспи программасының ішіне кіреміз. Каспи Голдты таңдағаннан кейін мына жерде О карте Каспи Голд деген бөлім бар. Сол бөлімде 3 бөлім шығады. Соның ортасындағы реквизит дегенді басамыз. Реквизитті басқан кезде карта жайлы ақпарат, бик нөмір, сосын номер счет карта шығады. Міне KZ деп басылады. Міне осыны көшіріп аламыз да жаңағы көрсетілген жерге осы нөмірді толықтай жазамыз. Қатесіз жазуға тырысыңыздар. Міне құрметті достар, осы тәсіл бойынша сіздер оп-оңай тапсырысты бере аласыздар. Енді ауылда, аймақта да, қалада да адамдар бір қуанып қалатын болды. Менің видеом ұнаса каналыма жазылыңыздар, лүпіл басыңыздар, жаңағы пікір қалдырыңыздар, әрі қоңыраушаны белгілеуді ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеомнан хабардар болып отырасыздар. Көріскенше аман сау болыңыздар.